Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай болып жатыр сабақтар? Бүгін оффер дегеніміз ол клиент бас тарта алмайтындай ұсыныс жасау. Яғни оффер ол сізден сатып алатындай, сіздің конкуренттеріңізден емес, сізден сатып алатындай ұсыныс жасалынатын сөйлем ғой, былайша айтқанда. Негізі Қазақстанда 90% бизнес жылына банкротқа ұшырап отырады екен. Ал 10% жұмысын ары қарай жалғастырады. Не үшін олар банкротқа ұшырайды? Себебі неде? Міне осы оффердің жоқтығынан, не үшін олармен жұмыс жасау керек, не үшін ол кісілерден сатып алу керек, сапасы қалай, доставкасы бар. Міне осы сұрақтарға дұрыс жауап берілмегендіктен көбісі банкротқа ұшырап жатады, клиенттері аз болады, соңында жабылып қалып жатады. Осындай қателік болмау үшін оффер жазуды біз бүгін үйренетін боламыз. Енді офферді қалай жазамыз? Мен сіздерге қазір 4U деген техниканы ұсынамын. Біріншісі ол пайдасы. Сізден сатып алған кезде клиент не пайда көреді? Соларды қолдану. Мысалы үшін мынандай сөздерді қолдануыңыз керек. Сіз ұтасыз, пайда көресіз, сіз осынша ақшаны экономдайсыз, сіз табысыңызды 2 еселейсіз деген сөздерді қолдану керексіз. Екінші, сіздің өніміңіздің ерекшелігін айту. Сіздің өніміңіз мысалы үшін Түркиядан келетін шығар, качествосы мықты шығар, нақты дәлелмен айту керексіз. Және бізде ассортимент көп емес, бізде 1000-нан астам ассортимент бар деп дәлелмен сөйлеу. Үшінші, ол сандық көрсеткішпен жазу. Мысалы үшін 10% жеңілдік, 10% үнемдеңіз, 50% скидка деген сияқты 2 есе табысыңызды арттырыңыз, 5000 теңге үнемдеңіз деп цифрымен жазу. Төртіншісі ол уақытпен шектейміз. Яғни тек бүгін ғана осынша 50% жеңілдік, тек бүгін ғана доставка тегін деген сияқты. Тек 3 күн ғана жеңілдікпен жазыла аласыз деп уақытпен шектеу керексіз. Міне осы 4U техникасын пайдаланып жазылған офферлерді көрсетейін. Мысал үшін 6 күнде асу кремінің көмегімен беттегі безеулерді 87%-ға дейін кетіріңіз. Немесе үйде отырып табиғи қоспалардан торт пісіру арқылы айына қалай 350 000 теңге табуға болады. Келесі оффер 30 күнде денсаулыққа ешқандай зиянсыз 3-10 килограммға салмақ тастаңыз. Тікелей Түркиядан әкелінген балалар киімін сатып айына 500 000 теңге табысқа шықтым. Міне осындай оффер, осыған ұқсас офферлерді өзіңізге сәйкестендіріп 4U техникасымен бірнеше оффер жазыңыз және олардың қайсысы өтімдірек бір-екі адамға көрсетіңіз. Енді баннер туралы сөйлесейік. Қазіргі кезде фотодан гөрі видеолар өтімдірек. Мен сіздерге өзім таргетке жіберген бір видеомды көрсетемін. Осылай сіздер де жасасаңыздар болады. Инстаграмда бизнесі бар адамдардың сайты болу керек. Өйткені сайт клиентке сенімділік тудырады және 24 сағат бойы жұмыс жасай береді. Мен саған сайт жасауды үйретемін. Толығырақ ақпарат алу үшін сілтемені жоғары көтер. Міне осындай етіп видео түсіруге болады, немесе картинкамен де жасауға болады. Ол үшін Canva, PicsArt деген қосымшаларды жүктеп аласыз. Сол жақта дайын шаблондар бар, соларды қолдансаңыз болады. Бұл жерде ең главный офферіңіз дұрыс және адамды, клиентті өзіне шақыратындай болу керек. Бірінші 3-4 оффер жазамыз және жаңағыдай Canva-ға, PicsArt-қа қойып, шаблондарда өзіңіздің фотоңыз қойып қолдана бересіз.